Марат тауға саяхатқа жиналды. Үй мен таудың арасы 15 километр. Егер ол 5 километр сағат жылдамдықпен жүретін болса, тауға неше сағатта жетеді? Есіңде болсын, қозғалыс кезіндегі жылдамдық, уақыт және қашықтық бір-бірімен байланысты. Қашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Ал уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 15 километр бөлу 5 километр сағат тең болады 3 сағатқа. Жауабы 3 сағат. Келесі есепті шығарайық. Марат тауға 3 сағатта жетті. Үй мен таудың арасы 15 километр болса, Марат қандай жылдамдықпен жүрді? Шамалардың тәуелділік формуласын еске түсірейік. Соңғы формулаға сүйеніп, шамалардың мәндерін орнына қойып, есептейміз. 15 бөлу 3 тең болады 5 километр сағатқа. Жауабы 5 километр сағат. Келесі есепті шығарайық. Марат тауға 3 сағатта жетті. Егер ол сағатына 5 километр жылдамдықпен жүрген болса, үй мен таудың ара қашықтығы неше километр? Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Шамалардың мәндерін формулаға қойып шешеміз. 5 километр сағат көбейту 3 сағат тең болады 15 километрге. Жауабы 15 километр.